Сәлем достар, бүгін біз there is, there are конструкциясын қарастырамыз. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. There is, there are конструкциясы бұл бар, орналасқан деген мағына береді. Қандай да бір объект не заттың орналасуын баяндау мақсатында қолданылады. There is a boy in the class. Сыныптың ішінде ол бала отыр. Яғни баланың бар екені сыныптың ішінде екенін бізге баяндап тұр. There is what where. There are what where. There is a computer on the table. Үстелдің үстінде компьютер бар. There are pupils in the class. Сыныптың ішінде оқушылардың бар екенін бізге баяндап тұр. Яғни there is what and where, не қайда орналасқанын айтып тұр. Асты сызылған сөздерге мән бере отырып, аударып көрейік. There are 2 chairs in my room. Менің бөлмемде 2 орындық бар. There are nice pictures in the book. Кітаптың ішінде әдемі суреттер бар екен. Is немесе are. There is a бұл жекеше түрге қолданылады. There are көпше түрге қолданылады. There is a book on the table. Үстелдің үстінде бір ғана кітап бар. There are 2 books on the table. 2 кітаптың бар екенін бізге баяндап тұр. Is немесе are. There is-ға көмек сөздер артикль an, one және much сөздер. There-ға көмек сөздер s аяқталуы зат есімнің көпше түрі. 2-ден көп сан есімдер. Many немесе a lot of деген сөздерді қолданылады. Is немесе are. Мына сөйлемдерге қарап, біз is немесе are-ны қойып шығайық. There is a hamburger on the plate. There are many little trees in the park. There are many children in our school. There is a big tree in the garden. There are many boys and girls in the park. There is a toy monkey in the box. Қарап тұрғандарыңыздай, біз көпше түрге are-ны қойдық та, жекеше түрге is-ді қойып шықтық. Яғни көпше түрге біз are-ны қолданамыз, is-ді біз жекеше түрге қолданады екенбіз. Хабарлы сөйлемде there is a what where. There are what where, не қайда екені. There is-дің қысқартпа түрі there is. There are-ның қысқартпа түрі there. Яғни біз кейде қысқартпа түрде де қолдансақ болады екен. Болымсыз сөйлемде there is no what where, there are no what where. There is no computer in my room. Менің бөлмемде компьютер жоқ. There are no books on the table. Үстелдің үстінде ешқандай кітаптың жоқ екенін айтып тұр. Сұраулы сөйлемде біз is немесе are-ны алдыға шығарамыз. Is there a what where? Are there what where? Is there a computer in my room? Yes, there is. No, there isn't. Are there books on the table? Yes, there are. No, there aren't. Яғни мына сөйлемдерде біз сұраулы сөйлемнің қалай жасалуын көрсетіп тұр. Болымсыз немесе сұраулы сөйлемдер жасап көрейік. There is a book on the table. There is no book on the table. There are many trees in the park. Are there many trees in the park? Yes, there are. No, there aren't. There are a lot of shops in London. There are no shops in London. There is a computer in our classroom. Is there any classrooms? Яғни, қорытынды жасап көрейік. Ағылшын тілінің қандай структурасымен таныстық? Қай кезде there is, there are-ны қолданамыз? Осы структурамен берілген сөйлемдерді қалай аудару керек? Сұраулы сөйлем немесе болым сөздер қалай жасауға болады? Өздерің мысал келтіріп көріңдер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңыз